құрметті Балтабай Атамбаев атындағы тірек орта мектебінің ұстаздары мен оқушылары. Мен 8-ші А сынып оқушысы Мәжит Медина. Бүгін біз аудандық жыл оқушысы байқауының жеңімпазы Балтабай Атамбаев атындағы тірек орта мектебінің 11-ші А сынып оқушысы Қуанышбек қызы Назыммен сұхбаттасқалы отырмыз. Саламатсыз ба, Назым? Назым, Жаңатас қаласында өткен жыл оқушысы байқауы туралы сізге бірнеше сұрақтар қойсам. Әрине, жауап беруге дайынмын. Ең алғашқы сұрақтарымыздың бірі, Назым, сіз осы өнер жолын қай сыныптан бастап қатыса бастадыңыз? Жарыстарға ғой, мен ең алғаш сол кішкентай кезімнен бастап жалпы осындай жарыстарға қатысуды өзіме қызығушылық еттім. Ең алғаш 3-ші сыныпта аудандық олимпиадаға қатысып, 1-ші орынды иеленгенмін. Содан кейін 5-ші сыныптан бастап әртүрлі мәнерлеп оқу жарыстарына қатысып, биік шыңдардан көрініп келемін, әлі де алар асуым мол деп сенемін. Осы шешендік жолды таңдауға не себеп болды? Менің жалпы болашақта таңдап отырған мамандығым ол журналистика саласы. Болашақта осы сала мамандарымен иық тіресе жұмыс істегім келеді. Сол себептен де осы шешендік өнер жолын таңдап отырмын. Кішкентайымнан ақын жазушылардың шығармашылықтарымен танысып, соны қызығушылық ететінмін. Мүмкін содан болар шешендік өнерді таңдауым. Сонымен қатар, сіз Ақберен байқауында қандай тақырып берілді? Сіз сол Ақберен байқауына қатысыпсыз ғой. Сізге ешқандай қиындық тудырған жоқ па? Жоқ, Ақберен байқауына, мен Ақберен байқауына қатыстым. Ешқандай қиындық тудырмады. Шешендік өнер жалпы маған қиындық тудырмайды. Өзімнің шешендік тіл байлығымның арқасында алып шықтым. Маған берілген тақырып ол тәуелсіздік туралы болды. Желтоқсан саңлақтары жайында айта келіп, өзіміздің тәуелсіздігіміз жайында айтып өттім. Рахмет. Енді біздегі ең қызықты сұрақтардың бірі, Назым, ең алғаш сіз байқауға қатысып орын алғандағы әсеріңіз қандай болды? Сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Ең алғаш, сол кішкентай кезімде болар, 3-ші сыныпта ең алғаш аудандық олимпиададан 1-ші орын алған кезде ата-анамның қуанғанын көріп, жетекшімнің қуанғанын көріп, мектептің қуанғанын көріп, ол әрине іштей кішкентай Назымға керемет қуаныш сыйлаған болатын. Әлі есімде ол кез өте керемет қуанышты сәттердің бірі болды. Рахмет. Және де жыл оқушысы байқауы қалай өтті? Сіз сол жыл оқушысы байқауында 1-ші орынды иелендіңіз. Сол туралы айтып өтсеңіз. Жалпы мен жыл оқушысы конкурсына өзімді тұлға ретінде таныстыру үшін қатыстым. Өзімнің жеткен жетістіктерімді, биік белестерімді елге көрсету арқылы, өзімнің білімімді шыңдап, осы жыл оқушысы арқылы осы жыл оқушысы конкурсына қатысып, жүлделі орынмен марапатталдым. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Назым, сізге көп рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет.